Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз қазақтың біртуар ақыны Мағжан Жұмабаевтың өлеңдері туралы қазіргі жастар не біледі және қандай ойда екеніне жауап аламыз. Мағжан Жұмабаевтың «Мен жастарға сенемін» өлеңі туралы қандай пікірдесің? Мағжан Жұмабаевтың «Мен жастарға сенемін» өлеңінде мен жақсы пікірдемін. Себебі бұл өлең жастарға, Мағжан Жұмабаевтың жастарға деген, болашағына деген сенімін білдіреді. Яғни ол болашақта біз жастарымыздың, қазір жастардың саналы және жігерлі, қайсарлы болып өскен қалады және өз өлеңдерінде осыны жеткізе алды деп ойлаймын. Мағжан Жұмабаевтың шығармашылығымен таныстың ба? Және тағы да қандай өлеңдерін білесің? Я Мағжан Жұмабаевтың шығармашылығымен таныспын. Мен жастарға сенемін, қазағым, мәңгілік ел, педагогика туралы әртүрлі шығармалары бар. Кешіріңіз, егер сіз Мағжан атамыздың бір өлеңін білетін болсаңыз, соны жатқа оқи аласыз ба? Әрине, «Мен жастарға сенемін» өлеңі арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат оларғар, мен жастарға сенемін. Сенің ойыңша қазіргі ел жастары Мағжан атамыздың сенімін ақтап жүр ме? Менің ойымша қазіргі еліміздің жастары Мағжан атамыздың үмітін, сенімді ақтауда. Себебі қазір қазақ елі түрлі салаларда дамып келеді. Міне, көріп отырғандарыңыздай, бүгінгі Мағжан атамыз сенген ел жастары осындай дарынды және жан-жақты. Назарларыңызға рахмет.